Жаратқан Аллам сендерге жар болсын жаны. Бірталай жерде өзгеріс болып жатыр. Ал енді алтындарым баршаларыңа рахмет. Мінекей бүгін біздің Сәбір Амырханов көшесіне баяғыдан бері аңсап жүрген неше бір жылдары көшемізге жарық берді. Алланың баршаларына нұры жаусын. Сіздерге баршаларыңызға рахмет. Түнде жүре алмашайдық. Қазір мінекей бұл жерде ақсақалдар тұрамыз, балалар бар дегендей намазға барамыз мешітімізге. Сол кезде өте жарық болды. Біздің осы аудандағы ақипатымызға, сөйерде істейтін ұл қыздарымызға жаратқан Алламның өзі жар болсын. Біз тұрған көше Сабыр Амырханов көшесі деп аталады. Яғни бұл көше Меркі ауылының күре жолдарының бірі десек те болады. Бұл көшеде жүк көліктерінің айналма жолы. Сондықтан біз биыл осы көшеге түнгі жарық шамдарын орналастырған болатынбыз. Бұл шамдардың барлығы энергия үнемдейтін заманауи шамдар. Біздің Меркі ауылында осындай көшелерге біз биыл тағы да бір 5 көшеге түнгі жарық шамдарын қою жоспарлап отырмыз. Аудан әкімі Ербол Жұмабекшінің қолдауын білдірді. Осы Алла қаласа жақын арада біз оның мемлекеттік сатып алу жұмыстарын жүргізетін боламыз.